Сізге НАСАның құпиясы қызық па? Әрине. Әрине. Ол ашыла ма? Енді әрине ашылады, бәрі де ашылады. Ештеңе бұғылып қалмайды. Мынау Энли, оның да осында басқа жақтың, басқа планеттен келген кісілер бар ма, жоқ па? Кісі деп айтуға бола ма, болмай ма? Ол бәрі де әлі ашылады. Энлоға сіз сенесіз бе? Сенем. Бар ма? Бар. Мен өз көзіммен көргем. Қойыңыз аға. Е? Қалай болды? Мен жоқ, менден көргем. Бұлай, мен далада жүргем. Бірге ана жұлдызды көрдім. Шап жарық жұлдыз. Содан сағат 6-тың кезі болды таңға. Мен сол жұлдыз қысты күні айдап маған келді. Бұлай келгенде, енді мен жалғыз өзім көрген, енді көрген, содан кейін біреуге айтсаң ертек, мен жігіттерді ояттым, қасымда 4 жігіт болды. Ояттым үшеуі шықты, қарады. Кейін бізге келді, бұлай келді, резко бұрылып кетіп қалды. Тез ұшып қайтадан ауаға. Іздемен деп еді, содан қайтадан кетіп қалды. Сонда мен шыны керек біраз ойға да түсіп қалдым. 3 азамат сол болған, үшеуі де қаза болды. Көп ұзамай? Көп ұзамай, жас жігіттер. Айдың арғы беті сізге қызық па? Қызық әрине, болған жоқ. Станция бар дейді, анау бар дейді, мынау бар дейді. Оны бәрін зерттеген біздің жер серіктері, ай серіктері болып зерттеді, қарады. Енді жай суреттер бар сияқты дейді, бірақ ол ештеңе жоқ, ол ертек. Айдың ар жағында өмір бар деген өмір жоқ. Өтірік. Бірақ мен бір таңғалатыным, аға, соңғы 40 жылдан астам уақытта айға ұшу неге тоқтатылды? Біреу ақша жоқ дейді. Қымбат. Біреу... Қымбат. Расында қымбат па? Қымбат. Мынау Сатурн 5 ракета-носительді қазір жасаңдар десе жасай алмайды. Ақша жетпейді.